Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ойлау қабілетін дамытуға арналған әртүрлі жаттығулар. Мен сендерге бүгін ойлау қабілетіміз бен есте сақтауымызды, зейінімізді дамытуға арналған әртүрлі жаттығулар ұсынбақпын. Бірінші жаттығуымыздың тақырыбы не қылады жаттығуы? Балалар, мына суреттерге назар аударайықшы. Суреттерден қанша зат байқап тұрмыз? Жақсы, енді осы суреттерді есімізге сақтап, атап көрейікші. Кітап, көзілдірік, кесе, гүл, телефон, шәугім, қалам және доп. Осы суреттерге қарап, есімізге жақсылап сақтап алайық. Және осыларды қарамай атап көрейікші. Әр атаған есімізде қалған суретке 1 ұпайдан беріледі. Келесі жаттығуымыз бірнеше сөздер деп аталады. Тапсырма. Сөздердегі жұптарын табу. Осы сөздерді дауыстап, қайталап атап көрейікші. Мысық, сүт, нан, май, ұл, машина, қыз, шаңғы, үстел, бәліш, тіс, щетка. Осы сөздердің жұбын тауып көрейікші. Мысық, нан, ұл, қыз, үстел, тіс. Жақсы балалар, келесі жаттығуымыз кинезиялық жаттығулар деп аталады. Бірінші жаттығуымыз лайк және окей деп аталады. Оң қолымызбен лайкты көрсетіп, сол қолымызбен окей көрсетеміз. Алғашқыда жаттығуды баяу, мұқият жасаймыз. Ары қарай жылдамдықты арттырсақ болады. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Кішкене жылдамдықты арттырайық. Келесі жаттығуымызды бастайық. Оң қолымызды жұдырықтап, сол қолымызды тікке ұстаймыз. Дәл осылай келесі қолмен алмастырып отырамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жақсы балалар, осы жаттығуларды күніне 2 рет қайталап отырсаңдар, есте сақтау қабілеттерің мен ойлау қабілеттерің артады. Және оқу мен жазуымызды жеңілдетеді. Балалар, бүгінгі сабақтағы орындаған тапсырмалардың қайсысы көбірек сендерге ұнады? Өте жақсы. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа көп рахмет. Сау болыңдар.